Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен шорт түсіретін ютуберлар туралы айтамын. Олардың әр түрлері болады: өтірікшілер және плагиатерлер. Ютубтағы өтірікшілердің екі түрі болады. Біріншісі ол былай айтады: ал сен білесің бе, өмірде гиганттар болған, бірақ олар ұйықтап қалды. Және ютубтағы өтірікшілердің екінші түрі: олар бір логотип мысалы жасайды, сосын айтады: бір адам мен логотип заказ берді, ол бір компанияның директоры, сосын мен оған логотипті жібергем, сосын ол мені заблокировать етті. Осымен бітті. Бүгін тек қана ютуб шортстағы өтірікшілер туралы айттым. Қалай сөндіруші еді? Қызыл кнопкаға басушы еді ғой, оператор дейді еще.